Кедендік одақ аясында қармақ бауын сатуға қатаң тыйым салынғанмен, оны біздің елде шығаруды шектейтін заң жоқ. Соның салдарынан көптеген браконьер нақ осы аулау құралын пайдаланып, сықай сатушылардың қолы жүріп тұр. Бұл жөнде бүгін орталық коммуникациялар қызметінде Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, заңсыз балық аулаушылармен күрес күшейтілген тәртіпте жүргізілуде. Жыл басынан бергі рейдтер кезінде 27 тонна бекіре және 17 келі қара уылдырық тәркіленген. Еске сала кетейік, заңды бұзғандар 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді, немесе 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Егер қылмыс ұйымдасып жасалса, 5 жылға дейін жаза кесіледі. Заң қатал болса да, дәніккен браконьерлер әлі айылын жияр емес. Министрлік өкілінің пікіріне сайсақ, балық ресурсын сақтап қалу үшін заңға өзгерістер енгізу керек. Өзімізде іште соны жасап, сатуға тыйым жоқ. Заң бойынша. Сөйіптен әзір көбеюдің бір себебі өзіміздің мемлекетте бизнес осы бағанағы ауларды шығаруды ұйымдастырған. Сөйіптен әзір біз осы мәселеге тыйым салу үшін осы биылғы осы үлкен заң жобасына кіргізіп отырмыз осы мәселені.